Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер ме балалар? Көңіл-күйлерің қандай? Жақсы. Керемет пе? Иә. Қанекей көңіл-күйлеріңді көрсетіңдерші маған қандай екенін көрейін. Өте тамаша балалар. Балалар, бүгін бізде қазір математика тетіктері сабағы. Ал сабағымызды бастамас бұрын орнымыздан тұрып, көңіл-күйімізді көтеріп, бір-бірімізбен амандасып алайық. Қанекей барлығымыз орнымызда тұрайық. Арулар таң атты. Арулар таң атты. Алтын шуақ таратты. Алтын шуақ таратты. Армысыңдар достарым? Армысыңдар достарым? Армысыңдар қонақтар? Армысыңдар қонақтар? Жарайсыңдар, отыра қойыңдар балалар. Жұмамыз, қанекей. Геометриялық пішіндер. Елмен саяхат жасаймыз, көзімізді жұмамыз. Ал ендеше ашыңдар көздеріңді. Балалар, мінекей біз геометриялық денелер патшалығына келіп жеттік. Ал енді балалар, мыналардың барлығы нелер деп ойлайсыңдар? Текшелер. Текшелер деп ойлайсыңдар ма? Не деп ойлайсыңдар? Геометриялық денелер ма? Немесе геометриялық пішіндер ме? Денелер, дұрыс айтасыңдар, бұл геометриялық денелер. Ал енді қараңдаршы, геометриялық денелердің көңіл-күйі бар ма, жоқ па? Жоқ. Неге жоқ деп ойлайсыңдар? Білмейсіңдер ма? Ал ендеше мені тыңдаңдар. Оларды зұлым патша сиқырлап тастапты. Ешқашан күлмейді екен. Ал енді оны күлдіру үшін біз тапсырмалар орындаймыз. Ал енді балалар, тапсырмаларды орындаймыз ба? Иә. Көмектесеміз бе геометриялық денелерге? Иә. Жарайды, ендеше балалар, бірінші тапсырманы орындайық. Мінекей балалар, геометриялық денелердің көңіл-күйлері жоқ, иә? Ал енді қараңдар, сендерде мынандай тапсырма берілген. Алдымыздағы тапсырмаларды ашамыз. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде балалар былай депті: әр қатардағы геометриялық пішіндерді ең бірінші санап шығамыз, және оларды жанындағы сан қанша болса, сонша фигура қосып салуымыз керек. Бұл бірінші тапсырмада былай депті: мынау қандай сан балалар? 9 саны. Ал мынау қандай фигура? Шеңбер. Неше шеңбер бар бұл жерде? 3 шеңбер бар. 9 болу үшін тағы неше шеңбер салуымыз керек? 6 шеңбер салуымыз керек. Демек, мына ұяшықтарға біз неше шеңбер саламыз? 6 шеңбер саламыз. Және де мына жерге қандай санды жазамыз? 6 санды жазамыз. Өйткені сен 6 шеңбер жасадың. Ал енді жасай қойдың. Енді келесің. Сопақ, иә? Сопақ неше екен? Неше сопақ? 1, 2, 3, 4, 5. 5 тұр. 6 болу үшін неше қосамыз? Неше сопақ шығарамыз? 6 болу үшін 1 дұрыс айтады. Біз балалар, цилиндрдің паспортын кім маған тауып береді мына жерден? Мен. Келе ғой, есеп. Цилиндрдің паспорты дұрыс. Біріншісі, иә? Қандай фигуралардан тұрады? Тіктөртбұрыш, сосын шеңбер. Жақсы, өте тамаша, керемет. Отыра ғой. Енді балалар, біз келесі тапсырманы орындаймыз. Келесі тапсырма шардың тапсырмасы екен. Шардың тапсырмасында былай деп жазыпты: шардың үйшіктің құрылуы ретімен апта күндеріне қос дейді. Мына жерде мен сендерге қазір тарап беремін. Бұл топтық жұмыс балалар. Барлығымыз топ, екінші топ, үшінші топ. Қайсымыз бірінші орындайды екенбіз? Қараңдар, мына жерде балалар апта күндері берілген. Апта күндерін атайықшы қане барлығымыз? Жексенбі бірінші күн, екінші күн
Жетінші күн жексенбі. Енді балалар, бұл жерде былай депті. Мына үйдің құрылысы әр күнде бітеді екен. Бірінші күні қабырғасын салыпты, екінші күні нені салыпты? Қарап ал. Шатырын салыпты. Демек біз бірді мұнда қосамыз. Екінші күнге қайсыны қосамыз? Сейсенбі, я. Қосамыз. Жылдамырақ, балалар, жылдамырақ. Алтыншы қайсы? Жетінші күні қайсыны салыпты? Жетінші күні? Жақсы. Екінші топтан маған келеді. Сардар келе ғой. Назым келе ғой. Ал қалғандар тыңдаймыз. Сардар, жұмыстарында қорғай қойыңдар. Бірінші күні несін салыпты? Қабырғасын салыпты. Екінші күні қайсыны? Шатырын салыпты. Үшінші күні? Есігін салыпты. Төртінші күні? Бірінші терезесін. Сосын? Екінші терезесін. Содан кейін бесінші күні? Бесінші күні нені салыпты? Мынау не? Моржы, я? Үйдің моржын салыпты. Алтыншы күні не салыпты? Жетінші күні ол, я? Жетінші күні? Екінші болып, біздің үшінші топ болды. Жұмыстарын өздері қорғай қойсын. Келе ғой, Диана менен Азиз. Ал Азиз айта ғой. Бірінші күні? Бірінші күні қабырғасын салды. Екінші күні шатырын салды. Үшінші күні есігін салды. Төртінші күні Төртінші күні несін салыпсыңдар? Терезесін салды. Я? Бесінші күні? Ең соңында түн шығарады. Кішкене қате жасапты. 5 пенен 6-ны сендер шатыстырыпсыңдар. Жақсы, сендерден бір қате табылды. Ал енді маған үшінші топтан кім қорғайды? Келе ғой. Айша келе ғой. Ясина келе ғой. Ясина сен ұстай ғой. Айша қорғайды. Мына жаққа қараймыз. Аға, балаларға көрсетеміз. Кім дұрыс қорғапты? Кім дұрыс жасапты деген. Бірінші күні? Қабырғасын. Екінші күні? Түтін шығаратын құбыр. Біз текшенің тапсырмасын орындауымыз керек. Текшенің көңіл-күйі өте төмен түсіп кеткен, я балалар. Енді оның көңіл-күйін көтеру үшін біз оның тапсырмасын орындауымыз керек. Мына тапсырманы сендер үнемі орындап жүрсіңдер. Бұл балалар үйшіктегі сандардың құрамын тап. Қарап аламыз. Бірінші тапсырмада бірінші үйшікте қандай сан берілген? 5 саны. Ал енді 5 санына дейін сандар мұнда жазылған екен. Енді бізге 5 саны шығу үшін 4-ке нешіні қосамыз? Маған тапсырманы орындауға келеді. Аружан, үшінші топтан. Келе ғой, сен тапсырманы орындаймын. Ясина келе ғой. Сардар келе ғой.
Қаншаға 3 мұғалімге? 7-де 4 азайып тастасың ба? Орнымыздан тұрып, бір серпіп алайық. Санамағымыз есімізге түсірейік. 1 дегенім білім, 2 дегенім елім, 3 дегенім үшім, 4 дегенім түлік, 5 дегенім есіп, 6 дегенім асық, 7 дегенім желім, 8 дегенім сенім, 9 дегенім той, 10 дегенім ой. 10-ға дейін санап қой. Өте тамаша. Отырамыз. Біз шешенің тапсырмасын орындадық. Енді біз келесі тапсырма мынау қандай? Фигура. Қандай геометриялық дене? Конус дұрыс айтады. Конустың паспортын кім алған? Диана келе ғой. Дұрыс па балалар? Қандай фигуралардан тұрады екен? Домалақ, шеңбер және үшбұрыш. Өте тамаша. Жақсы, сен шығасың. Ал енді балалар, біздің конустың тапсырмасы бар екен. Сендердің алдыларында фигуралар тұр. Содан бірінші шырша жасап аламыз. Аха, шырша жасап аламыз. Біргелікте жасаймыз балалар. Біргелікте жасаймыз. Біргелікте жасап аламыз. Жоқ, шырша жасап аламыз бірінші. Сенеткі қайда? Алды. Ал енді оның төбесіне, жоғарысына жұлдызшаны қоямыз. Жұлдызшаны қоямыз. Ал астына қызыл түсті текшені қоямыз. Астына қызыл түсті текшені қоямыз. Астына қызыл түсті текшені қоямыз. Оң жағына сары көк түсті шеңберді қоямыз. Оң жағына көк түсті, оң жағына қоямыз. Өте тамаша балалар, қандай керемет. Біз барлық тапсырмаларды орындап болдық. Енді біздің геометриялық денелеріміздің көңіл-күйі көтерілді ме екен? Қараңдаршы балалар, геометриялық денелер өте көңіл. Балалар, біз бүгін қайда саяхат жасадық? Патшалығына, иә? Геометриялық денелер патшалығына. Ал ол жерде біз нелерді көрдік? Цилиндр, шар, кубик. Біз зұлым патшаның сиқырын жоя алдық па? Иә. Тапсырмалар оңай болды ма? Оңай. Тапсырмалар оңай болса, біз көк түсті көтереміз. Ал қиын болса, қызыл түсті көтереміз. Қанеке тапсырмалар оңай болғанын, қиын болғанын, кімге қиын болғанын, кімге оңай болғанын көрейін. Демек барлығыңа тапсырмалар оңай болыпты. Жарайсыңдар балалар.